яғни мына ұзындығы 19,5 сантиметр. Мына жағын 8 сантиметр қылып алдым. 8 сантиметр. Дәл осы түстермен тігіп шығатын боламыз. Енді бұны фетрге қалай көшіреміз? Сіздерге көрсететін болам. Бірінші лекаламызды кесіп аламыз. Тағы да айта кететін жай, пластмасса алмаңыздар, тек қана металлический, тіккен ободоктарыңыз тез сынып қалмау үшін. Яғни мына өлшемді өлшеп аласыздар. Менде 38 сантиметр шықты. Дәл ортасынан бөлген кезде 19 сантиметр болды. 19 сантиметрге 5 миллиметр қосып, 19-да 5 қылып жасап алдым. Міне, дәл осылай болады. Мына жеріндегі ұзындығын 8 сантиметр қылып алдым. Енді осыны фетрге ойып тігетін боламыз. Фетрге осылай түсіріп алдым. Сіздерге фетр онда былайынан 10 сантиметр, былайынан 40 сантиметр қажет болады. Артығымен ала беріңіздер. Енді осыны былайынан қойып белгілеп аласыздар. Сосын керісінше қойып, дәл ортасын белгілеп, керісінше сызып аласыздар. Енді осыны қалай белгілейміз? Яғни ручканы аламыз дағы. Кесіп белгілеп жазсыздар. Астында түсіп тұру керек. Дәл осылай сіздерде түседі точкалар. Осыны белгілейтін боламыз. Дәл осылай түсіреміз. Сіздерге көрініп тұрған шығар.
Осылай дәл осылай белгілеп аласыздар. Бәрін белгілеп болғаннан кейін сіздерге қосылатын боламын. Егер сіздерде оюды оңай жолымен қалай фильтрға түсіруге болатынын өздеріңіздің лайфхактарыңыз болса, комментарийға жазып бөлісе отырыңыздар. Білмейтін нәрселеріңізді сұрасаңыздар болады. Мен енді пока осылай. Көшіретін болам оюды. Егер лекалаларыңыз ұзаққа қызмет жасасын десеңіздер, бірінші скотч жапсырып аласыздар бетіне. Одан кейін циркульдің енесіменен әрқайсысын кесіп дайындап аласыздар. Содан кейін жазсаңыздар болады. Скотч жабысқан қағаз жыртылмайды. Және ұзаққа қызмет етеді сізге. Ара-арасына астын ашып қарап отырасыздар. Сосын көрінгенше сызып алыңыздар, әйтпесе шатасып кетулеріңіз мүмкін. Мына лекаламыз осылай түсіріп алдық фетрге. Енді моншақпенен тігетін боламыз. Бүгінгі бірінші сабағымыз аяқталды. YouTube арнасынан күтіңіздер. Мынаның бәрін моншақтап тігіп, мынаған қалай ободокқа қалай жабыстыру керек, бәрін көрсететін болам. Ободокта осылай тұрады. Астын қалай өңдеу керек, асты қандай теп-тегіс болып шығу үшін астына не істеу керек, бәрін келесі сабақта көретін боласыздар. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, комментарийге өз ойларыңызды жазыңыздар, білмеген нәрселеріңізді сұраңыздар. Лайфхактарыңыз болса, комментарийға жазып бөлісе отырыңыздар. Әрбір істеріңізге Алла берекесін берсін. Келесі сабақта кездескенше.